Қайырлы күн достар, бүгін өздеріңізбен үй жағдайында дәмді әрі тойымды донер жасаймыз. Бізге алдымен тауықтың төс еті керек. Бұл төс еті тез піседі және қалауларыңызша қалаған пішінде турасаңыздар болады. Мен мұнда көріп тұрғандарыңыздай кішкентай етіп турап шығамын. Тапамызды құрғатып, оның үстіне майымызды құйып, аздап қыздырамыз және оның үстінен жаңағы тауық еттерімізді саламыз. Үсті астына осылай жақсылап араластырамыз, татымына қарай тұз саламыз. Тағы да араластырып, жаңағы тапамыздың қақпағын жауып, жай отқа қоямыз. Біздің етіміз бір жақта пісіп атқанда картошкаларымызды аршып, жақсылап сумен жуып, көріп тұрғандарыңыздай ұзыншалап етіп турап шығамыз. Салқын суға қайта-қайта жуып, 2-3 минуттай салып қоямыз да, жаңағы майлығымыздың үстіне осылай кептіріп, жаңағы жайып шығамыз картоптарымызды. Бізде картоптарымызды осылай қағаз майлықпен де құрғатып алсақ болады. Осы кезде майымызды қыздырып қоямыз және қызып тұрған майда орташа отта осылай картошкаларымызды қуырып аламыз қызарғанша. Картошкамызды үздіксіз араластырып отырамыз, себебі толықтай қызару керек. Және осылай толықтай қызарған соң біздің картошкаларымыз піседі. Одан соң жаңағы қағаз майлығымызға картошка жаңағы фриларымызды қоямыз. Қалған картошкаларды осылай үстісінен пісіріп аламыз. Енді қиярымызды жуып тазалап, оны жаңағы қалаған пішінде турасаңыздар болады. Мен осындай ұзыншалап турап шығамын, әдемі көріну үшін. Және қызанақтарымызды да дәл осылай ұзыншалап турап шығамын. Ендігі кезекте соус әзірлейміз. Бір ыдысымызға алып, майонез, кетчуп саламыз. Және тұз салдым мен аздап, себебі мұнда менде қиярда, қызанақта тұз жоқ. Осы кезде сарымсақ салып жүрсеңіздер болады, ұсақтап турап. Бірақ мен балаларым сарымсақты ұнатпағандықтан мен сарымсақ қоспадым. Тек қана тұз қостым. Және осындай кондитерлік қапшыққа саламын. Себебі жаққанымда маған ыңғайлы болу үшін. Сіздер қалауларыңызша қасықпен жақсаңыздар болады, болмаса салафан қалтасына салып, басын аздап тесіп, сіздер де осылай жасаңыздар болады. Болмаса менікіндей кондитерлік қапшыққа салып алсаңыздар болады. Осылай ұшын кесіп аламыз. Сонда жаңағы әдемі барлық жеріне жететіндей кесік болады. Менде шамамен 15 минутта тауық еттерім толықтай пісті. Картофель фриларым да пісті. Енді лавашымыздың астына жаңағы соусымызды жағамыз. Оның үстінен тауық етімізді саламыз және қиярымызды саламыз. Осы кезде егер сіздерде чим-чим салаты болса, чим-чим салат қоссаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай соусты бетіне жағып шығам. Және осылай картофель жаңағы фриларымызды да салып шығамыз. Қалауларыңызша соусты көбірек етіп салсаңыздар болады. Мен орташа жаңағы салдым соусты. Және осылай лавашымызды ораймыз, тапамызды қыздырамыз. Қызып тұрған тапаға үсті астына аударып пісіріп аламыз. Лавашты орағанда қаттырақ ораңыздар. Мен бостау етіп орап қойыппын. Қаттырақ орасаңыздар, сырты жәні шықпайды.
осылай үсті астына қызартып аунатып аламыз қызарғанша, құрғақ тапада. Үсті асты қызарған соң оны тарелкемізге қоямыз. Менде 5 дана донер шықты. Сіздер қалауларыңызша қалаған мөлшерде пісірсеңіздер болады. Мен сіздерге қазір ортасын бөліп көрсетейін деп тұрмын. Сырты осындай қытырлақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай ішінде салмасы өте көп болады. Тапсырысқа алғаннан гөрі үй жағдайында осылай жасасаңыздар дәмді, әрі тойымды болады. Осымен біздің донеріміз дайын. Достар, егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа мастер-класс рецепттермен, жаңа рецепттермен жиі бөлісіп отыратын боламын.